Сәлем достар, мен Ақерке, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ Орео пирогын дайындайтын боламыз. Бізге қажет 82,5% сары май комнатный температурада ерітілген. Оның үстіне сахарный пудрамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне бір жұмыртқамызды қосып, миксердің көмегімен тағы да жақсылап араластырамыз. Осы майлы массамыздың үстіне какао, қопсытқыш және ұнды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды қолдың көмегімен қатты илемей, жай ғана илейміз және де эластичный жұмсақ қамыр шығаратын боламыз. Дайын болған қамырымызды ең кішкентай бөлігін алып, пищевая пленкаға орап, морозильникке қойып қоямыз. Қазір бізге үккіштен өткізуге оңай болады. Ал келесі бөлігін алып, формамызды сармаймен жақсылап майлап алып, осылай видеода көрсетілгендей бортиктерін шығарып отырып, жаятын боламыз. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Сүзбемізге 2 жұмыртқа, қант және қаймағымызды салып, жақсылап блендердің көмегімен араластыратын боламыз. Егер сіздерде блендер болмаған жағдайда, вилканың көмегімен езуге болады. Және де бізге Орео печеньесінің 7-8 штугын блендердің көмегімен немесе оқтаудың көмегімен езіп алып, салмамызға саламыз. Дайын салмамызды формаға жайылған қамырымыздың бетіне тегістеп жайып шығатын боламыз. Тоңастан шыққан қамырымызды салмамыздың бетіне толықтай жауып шығамыз. Және оны 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Бізде осындай өте дәмді, барша жүректі жаулайтын пирогымыз дайын болды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.